мың құпиясы бар меновазин. Меновазин әр отбасының дәрі қобдишасында бар, бірақ оны қалай дұрыс пайдалану керектігін көбі біле бермейді. Сондықтан кез келген дәріханадан табылатын, бәріне қол жетімді бағада дәріні қолдануда пайдалы кеңестер ұсынбақпыз. Менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Радикулит кезінде мойынды, желке тұсын, омыртқаны майлаңыз. Бұл дертіңізді айтарлықтай жеңілдетеді. Ұзақ уақыт бойы тұрақты түрде денеңізді майлап отырып, буындағы тұздардың шөгуін толық емдеуге болады. Жүрек ауырғанда, бас ауруы, тіс мазаласа, құлақтың айналасын күніне 2 рет майлау керек. Аяқтарыңыз ауырып, мүлдем көтере алмайтындай болсаңыз, күніне 1 мезгіл табан мен тізелеріңізді майлаңыз. Нәтижесі керемет болады. Меновазин құлақ ішіндегі құлықты тоқтатып, ауырсынуды және қабынуды жояды. Егер бас ауруы мазалап жүрген болса, меновазинді шекеңіз бен самайыңызға жағыңыз. Әсері бірден байқалатын болады. Меновазин геморройға да көмектеседі. Таңертең жуынып болған соң, сұқ саусағыңызға бинт орап алыңыз. Оны меновазинға батырып, тік ішекті бір сүртіп майлап шығасыз. Қатты ауырады, бірақ шыдамдылық қажет. Осы процедураны 5 рет қайталағаннан кейін геморройды мәңгіге ұмытасыз. Сөт безінде ауырсынуды, шаншуды сезсеңіз, ауырған жерді дереу осы препаратпен сүртіңіз. Ауырсыну тез басылып, қабыну жойылады. Онкологиялық аурулар кезінде қолдануға болмайды. Суық тиіп, жөтел мазаласа, денеңізді меновазинмен сүртіңіз. Арқа мен кеудені аталған меновазинмен сылап, кейін бірден жылы орамалмен жүн свитерді киіңізде, жылы төсекке жатыңыз. 2-3 рет жасау арқылы жөтелден құтылуға болады, және сіз қайта ауырып қалмайтын боласыз. Егер сізде ангина басталса, дәрігер тағайындаған дәрі-дәрмектерден басқа меновазинмен тамақ аймағын сүртіңіз. Жылы оранып жатыңыз. Ал мұрын бітеліп жатса, алдымен бір мұрын тесігін жауып иіскеп, содан кейін басқа жауып қайталап иіскесеңіз болады. Еріндегі герпес. Мақта дискін меновазин ерітіндісіне малып алып, ауру аймағына басып тұрыңыз. Герпестің орнына меновазин жақпамайын жағуға да болады. Құлақ ауруы. Мақтаны спиртті ерітіндісімен сулап, құлаққа күніне 2 рет, 15-20 минутқа жағыңыз. Венаның варикозды кеңею кезінде меновазинді пайдалану аяқтағы ауырсыну мен ауырлық сезімін жояды. Ісінуді азайтады. Ерітіндіні табаннан жоғарғы қарай жеңіл қозғалумен жағу қажет. Егер сіз ұйқысыздықтан зардап шегетін болсаңыз, меновазиннің спирттік ерітіндісінде мақта тампонын сулап, желкені құлақтан құлаққа дейін сүртіп шығуға жеткілікті. Ешқандай ұйықтататын препараттардың көмегінсіз-ақ тыныш ұйықтайсыз. Гайморитте меновазинді ауырсыну белгілері мен ісінуді басу үшін қолданылады. Аурудың көзі инфекция. Оған препарат әсер етпейді. Бастапқы симптомдарды ісіну және ауырсынуды жою үшін сұйықтықтың аз мөлшерін гаймор қуысына жағып, жеңіл массаж жасау керек. Меновазиннің әрекетін күшейту үшін бұл аймақты жұқа матамен жабуға болады, немесе бинт пайдалана аласыз. Әсерді күшейту үшін маңдайға және самайға жағады. Достар, менің видеоларымды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.